достар, сіздермен бірге супер адайс. Бүгін сіздер деген достар It's Қазақстан ролеплей МТА серверінде ВАЗ 2114 көлігіне тюнинг жасайтын боламыз достар. Міне бұл дерзкий көлік, бұны сіздер білетін шығарсыздар, нағыз ВАЗ көлігі. В общем достар, біз мына жақта It's Қазақстан ролеплей МТА серверінің тюнинг жасайтын орталығына келдік достар. Мына жақта асфальтын басым және де осындай және де достар, біздер біріншісіне кіреміз, немесе кішкене лаги жетіп отыр. Так, біріншісіне кірейік. Опа деп кіреміз. Спойлер. Так, екі. Так, қайсы нормально. Так, бесіншісіне қоямыз. 6000 теңге нормально. Так, юбка деп аламыз. В общем достар, бұл көлік ешқандай серверде бұл көлікке тюнинг қабылдамайды. Мен оны білемін, көргем. Мынау не қажет жоқ. Мынау дерзкий көрінеді екен. Алдыңғы бампері достар. Айырып тұрған артқы бампер не дейді? Достар, очень светті көрейік, қандай свет бар екен. Қара свет алсақ. В общем, бұл көлік жылтырап тұр ғой бізде. Так, мына екіншісіне екен. Кіріп көрейік. Тонировка шығар бұл. Ескі екен бұл. Так, бізге арзан керек, арзан. Бізде ақшамыз аз. 33 теңге. Так, 45 мың дейді. 60 мың. 53 мың. 20 мың. 50 мың. 40 мың. Так, достарына 50 мыңдықты алайық біздер. Осы нормально. Оплатить басамыз және де 100 мың теңгеге сатып аламыз. Так. Эй. Аккуратно емен. Жүндеп аламыз. Так, достар, мына жақта екеуіне кірдік. Мына жақта не екен ол? Нөмір екен ол. Қандай нөмір бар? Сходка, қазақ. Экспо екінде қазақ стайл дейді. Сондай пустой тұрады екен. Қазақша нөмір қондырамыз. Ақшамыз жетпейтін жүр бір. 25. В общем, достар, бізде ақшамыз жетпейді. Нөмірді кейін аламыз. Мына екіншісі не екен достар? Мына үшіншісіне көрейік қазір. Мына екіншісі тонировка. Се қоямыз. Түсіреміз. Және бүйтеміз. Оплата. Мына жақтан бірден кірісілік. Мына винил екен ғой. Так, қандай? Винил қондырылмайды дейді, айтпақшы маған. В общем достар, дерзкий болып тұр ғой бізде. Так, мына тіке, бұл не? Админдер ғана жасай алады дейді ғой. Нөміріміз жоқ енді, сол яқтып тұр бізге ше. Нақты адамдар жүр. Достар, осы видеоға смело 30 лайк жинап тастасаңыздар, осы серверге обзор деген түсіретін боламын достар. Смело лайктан бастасаңыздар, сол кезде обзор болады.
болатын болады. Одан кейін де басқа көліктерге обзор жасаймыз, тюнинг жасап. Мына жақта автошкола бар достар. Ал ендеше давайте смело 30 лайк. Ал біз ендеше кеттік.